Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге таңғы асқа өте ерекше тағамның рецептімен бөлісемін. Бұл тағамның аты шакшука деп аталады. Бұл түріктердің таңғы асы болып саналады. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер, және де менің видеомды соңына дейін қарап, менің каналыма қолдау білдіріп, подписация бөлімін басып қойыңыз. Ең алдымен бір пиязымызды жақсылап тазалап аламыз да, дәл видеодағыдай кубиктеп, яғни 4 бұрышты қылып турайтын боламыз. Орташа түрін алсаңыздар жарайды, қатты майдалаудың қажеті жоқ, орташа қылып тураймыз. Пиязымызды турап болғаннан кейін бөлек ыдысқа салып қоятын боламыз. Ендігі кезекте 2 қызанақ және 2 болгар бұрышы қажет болады. Қызанақтарымызды осылай үлкендеу қылып турап алатын боламыз. Мен қазір қызанақтарды блендерге салып езетін боламын. Осылай майдалап турап алсаңыздар, блендерде өте тез езілетін болады. Егер де сізде блендер болмайтын болса, терканың көмегімен, яғни үккіштің көмегімен өткізіп алсаңыз болады. Дәл солай тәтті бұрышты да қызанақтың қасына қосып, блендерде езетін боламыз. Осылай майдалап турап аласыздар алдын ала. Дәл осы видеоның астына толық рецептінің құрамын қалдыратын боламын, сол жерден қарай аласыздар. Блендер болмаған жағдайда массировканың немесе үккіштің көмегімен өткізіп алсаңыз болады. Дәл осы таңғы асты жасауға сізге кеңес беремін. Өте ерекше дәмді және тойымды болып шығады. Құрметті менің көрерменім, менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Әрбір салған жаңа рецепті сіз бірінші болып көре аласыз. Мінекей қызанақ пен тәтті бұрышты блендерде осылай езіп аламыз. Енді табамызға кішкене ғана сұйық майды құйып, жақсылап орташа отта қыздыратын боламыз. Майымыз қызғаннан кейін осы жаңағы тураған пиязымызды салып, орташа отта түсі сарғайғанша қуыратын боламыз. Міндетті түрде араластыруды ұмытпаңыздар. Шамамен 5 минут өткеннен кейін жаңағы блендерден өткізген қызанақ пен тәтті бұрышымызды дәл осы пияздың үстіне салатын боламыз. Және де тағы да жақсылап араластырамыз. Өте тез әрі жылдам дайындалатын таңғы астардың бірі. Дәл қазір мен 3 адамға дайындап жатырмын таңғы асты. Сіздерге көп мөлшерде керек болса, құрамын үлкейтсеңіз болғаны. Дәміне қарай кішкене тұзымызды себеміз. Және де дәл видеода көрсетілгендей жұмыртқамызды әр жеріне жарып шығатын боламыз. Шамамен 3-4 жұмыртқа қоссаңыз жеткілікті. Барлығын салып болғаннан кейін қақпағын жауып 10 минуттай пісіретін боламыз. Бұл тағамды әркім әрқалай пісіреді, өзіңізге ұнаған бойынша пісірсеңіз болады, яғни жұмыртқаның сарысын толық пісірмесеңіз де болады. Бұл жерде мен толықтай барлығын пісірдім, және де үстіне зелень салуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлсая ас болсын.